Сәлем достар, сіздермен бірге Жайсан. Бүгін және де біз осы ауылды тапқан болатынбыз. Кешегі сериясында осы ауыл тұрап храмды тапқан болатынбыз. Сосын бұл храм, сол жерден біз золото және алмалар таптық. Бүгін біз осы серияда үй құрастырумен айналысамыз. Әне ауыл артымызда. Бір жақсылығы бұяқта мынандай ағаштар көп екен, және де үңгірлер көптеген бар екен. Біз олардың бәрін әлі алда приключениеде зерттейтін боламыз. Біз осы серия басталмастан бұрын ағаш булыжник көптеген жинап алдық. Почти 2 стак болды ағаш. Енді біз осы сериясында үй салмақшымыз. Қазір первый лицаға келіп алайық. От первого лица. Готово. Енді біз осы сериясында үй салумен айналысамыз. Менен бірақ жақсы үй шықпайды, бірақ көреміз жасап. Қазір бізге тамақ жоқ соң айтпақшы. Инвентарь әбден толып кетті. Осы жерден құрастырсақ болады. Яқта бір жақсылығы ағаштар да көп екен. Майнкрафттың кешегі сериясында біз храм тапқан болатынбыз осы ауылмен бірге. Бірінші храм таптық. Сосын оның үстіне түсіп сандықтардың ішіне алып кеткен болатынбыз. Егер кім көрмеген болса көріңіздер, және лайк басып, подписаться етіп, коммент тастап бердіңіздер. Қазір біз кішкене ғана үйшік саламыз. Мен осы жерлерден 3 изумруд және 1 киркамен атқа не істейтін не тауып алдым. Бір жақсылығы екен бұл ауылдың. Кузнецтен. Мен әлі бұл ауылды зерттейтін боламын. Қазір қалайсың мен жерде? Білмеймін, бір үй шықтай керек. Бедік. Мына жерден былай. Нубский дом білем. Нубский томик. Сізде қанша булыжник бар? Жетеді екен. Көреміз. Біз бірінші үйімізді саламыз, сосын барып сіздерге үйімді салғанды көрсетемін. Әзірше видеоны паузаға қоя тұрамын. Сәлем достар, мен арға жалғастырамын. Міне менің үйім әдемі болып шықты. Кәнекей, қазір. Әдемі үй шықты бізден. Біз жаңа осы үйді салып, осының ішіне заттар салдық. Мен инвентарымды толып кеткен тұғын кішірейтім жамайды. Міне, осы жерге заттарым жиналды. Жаңа, енді біз шетелдердің үйін тексеруге барамыз. Біз өзіміздің мия салайық. Ой. Есікпен ерттік. Бізге және де тамақта керек болады. Біз о сиыр бізге жүні керек. Оның жүні дегендей. О шошқа. Сені өлтіруге тұра келіп. Ой, ұятсыз берген. Ұятсыз қашып барады ғой, ұятсыз. Осы жерлердің күштілігі, бірақ көп деген нелері бар. Пустынный зомби кетіп баратыр. Қожа шыққан жоқ. Маған атаңның басы арқаңды қасы деп тұрған тұр ғой деген. Бұлар ұрғыз болмау керек. Мұнада мәсі да жоқ, дым да жоқ қой. Міне жылқы жүр, ана нені тағуы атысыне. Мен бұл жерде білем. Бұл жерде кузнецаның астында бір үлкен бір сары сияқты нәрсе бар. Соны біз келесі серияда қарайтын шығармыз. Осы серияда біз осымен үй салдық, және осы яқтағы ауылды аралаймыз. Жарты ауылды ғана. Жартысын кейін аралаймыз. Егер сіздер осындай видеоларды көруді ұнатсаңыздар, сіздерге Армани деген ютубердің видеосын көруді ұсынамын. Оның да видеолары өте қызық. Мен самсақ қояқ, бізге тамақ аз болып отыр. Нажмай плита қояқшы, не? Дәл таптық.
Бұл жителердің жақсылығы өздерінің сандықтарына көптеген сандық не салып қояды екен. Осы ауылдың бір жақсылығы, бұл ауыл өте үлкен. Мен кейбір ауылдарда ойнаған кезде олардың ауылдары кішкентай, бір ауылда мал бағатын, бір ауылда только жегін егетін. Бұл ауылдың жақсылығы, жоқ тамақ табылды. Біз бүгін жителдердің үйін аралайтын боламыз. Жителдер екен, заттарын дайындаңдар, тонаймын сендерді. Бірақ біз ондай мародер емеспіз ғой, слишком көп тонайтын. Логотип кесіл арасында көп адам арасы жүрді. Бұл үйді біз тексердік жаңа видеоның басында. Бұл үйде сандық жоқ, бұл үйді уже білемін. Оптывай. Осымен біз видеомызды аяқтайтын шығармыз. Логотипі қатыр жаман. Осымен біз видеомызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше.